Біз тарихтан кемеңгерлікті, поэзиядан шешендікті, математикадан зеректікті, жаратылыс ғылымдарынан тереңдікті, адамгершілік философиясынан байыптылықты, логика мен көсемсөзден айтысу дағдысын үйренеміз. Фрэнсис Бэкон. Мен Сатуалды Қадырхан Амангелдіұлы, Арал ауданы Бөген ауылының тумасымын. Нөмірі 20-шы Жиналыш атындағы орта мектебінің математика пәнінің оқытушысымын. Еңбек өтілім 15 жыл. Педагог, зерттеуші. Ұстаз жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселерінің бәрін жадында жақсы сақтайтын, еш нәрсені ұмытпайтын, алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі. Мейлінше шешен, өнер білімге құштар, аса қанағатшыл, жаны асқақ, ар намысын ардақтайтын, жақындарына да, жат адамдарына да әділ, жұрттың бәріне жақсылық пен ізгілік көрсетіп, қуаныш пен жасқану дегенді білмейтін, батыл, ер жүрек болуы керек деп, Әл-Фараби бабамыз айтқандай, мұғалімнің бір күні кешегі күнге ұқсамайтын жаңалықтар мен тың идеяларға толы. Ұстаз ізденгіш болуы, ойлай білуі, қандай істі болмасын бар ынтасымен атқара білуі керек. Менің еңбек жолым жетістіктерге толы. Пәндік олимпиадалар, зияткерлік сайыстар, ғылыми жобалар байқауында шәкірттерім жүлделі орындарға ие болып жүр. Бала тәрбиелеуде өзіңе не біліп не істейтінің маңыздырақ. Бірақ оның ықпалымен не біліп не істейтіні одан да маңыздырақ. Мұғалімдер міне осылай бағаланады деген Марк Цицерон. Математика пәні бойынша шәкірттерім ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғарғы жетістіктерге жетіп, грант иегерлері атанды. Мақтана айтатын шәкіртім Шәкір Айдос Қанижанұлы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің аға оқытушысы, PhD докторы. Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім. Оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімділігі де жоғалады. Мұғалімдік мамандық бұл адам тану, адамның күрделі және қызықты, шым шытырығы мол рухани жан дүниесіне үңіле білу. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық өнер ол даналықта жүректен ұға білу болып табылады. Облыстық Сардарына шығармашыл мұғалімдер тобында жұмыс жасап келемін. Облыс деңгейде ұйымдастырылатын Қамбаш қосымша білім беру орталығында олимпиада резервтерін дайындау ісінде өз тәжірибеммен бөлісіп жүрмін. Ұстаздық ету уақыт ұту емес, өзгенің бақытын аялау, өзіңнің уақытыңды аямау. Бірақ бұған өкінбеу керек екендігін білдім. Жер үстінде адам тәрбиелеуден асқан абыройлы іс, ардақты жұмыс жоқ. Ұстаздық ұлы нәрсе деп Зейнолла Қабдолов айтқандай, ұстаздық ұлы жолымның бір сәті осылай өтті. Сырттай қарапайым болғанымен, тарихтағы ұлы істердің бірі.